Саламатсыздар ма достар? Менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен өте дәмді, жеңіл, балмұздақ сияқты деспасито тортын дайындайтын боламыз. Жұмыртқаға аздап тұз және қант қосып миксермен видеодағыдай ақш масса болғанша жақсылап араластырамыз. Соңынан қайнаған су құямыз. Разрыхитель, ванилин және какаоны електен өткізіп, сұйық массамызға қосамыз. Жақсылап миксерлейміз. Формаға пергамент қағаз төсеп, дайын болған қамырымызды құямыз. Менде форманың диаметрі 22 см. Қамырды бір келкі жайып шығамыз. 180 градуста алдын ала қыздырылған пеште 20-25 минут пісіріп аламыз. Бисквиттің піскенін зубочисткамен тексеруге болады. Бисквитіміздің астына пергамент қағаз алып тастаймыз, аздап суытамыз. Мен пропитка сүт және какаодан жасадым. Сіз қаласаңыз, кофемен, болмаса тек сүтпен жасауыңызға да болады. Пропитканы бәр жерге бірдей жасауға тырысыңыз. Мөлшерлерін видеоның астына жазып қалдырдым. Крем үшін шоколадқа аздап сүт құйып, микроволновкада ерітіп аламыз. Суық сүтке көпіршітілген кілегей, яғни взбитие сливки смесін салып, жақсылап қатты масса болғанға дейін миксерлейміз. Сухой взбитие сливкидің орнына жай ғана сливки қолдануыңызға да болады. Жаңа еріткен шоколадымызды дайын болған кілегейге қосып, араластырамыз. Шоколад пен кілегейді басқа үлкенде ыдысқа салып алдым. Шоколадный пудинг қосып, кремімізді жақсылап араластырамыз. Кремге шоколад пудинг қосқанымыз үшін қант қоспаймыз. Өте дәмді, балмұздақ сияқты ауызда еритін жұмсақ, жеңіл крем болады. Дайын болған кремімізді коржымыздың үстіне құямыз. Осылай бетін тегістеп аламыз. Сосын тортымызды тоңазытқышқа кем дегенде 3-4 сағатқа салып қоямыз. Мен бір түн қалдырдым. Креміміз қатып, тортымыз дайын болды. Торттың бетінің қалай безету өз қалауыңызға байланысты. Мен жай ғана шоколад құйып шықтым. Негізі бұл шоколадты креміміз қатпай тұрып, құйып, әдемілеп жасауға да болады. Бұл тортты міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Өте дәмді және ауызда еритін торт болып шығады. Рецепт сіздерге ұнап жатса, қолдауларыңызды білдіріп, лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңырау түймесіне басып қоюларыңызды сұраймын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет.